Қош келдіңіздер. Біз бүгін Феллини мәдениет орталығының гараж кинофестивалімен бірігіп ұйымдастырған кинофестивалінің аясында, біріктіру саясаты тақырыбының аясында бас қосып отырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Шинжаң қазақ әдебиеті немесе Шинжаң әдебиеті. Осы тақырып аясында сөйлеп, осы Қазақстан қоғамына белгісіздеу тақырып аясында сөйлеп әңгімелесек деп өздеріңізді арнайы шақыртып отырмыз. Өздеріңізді таныстырып өтсем, Тоқтарәлі Таңжарық Тоқаш ағамыз, ақын, Арман Әділбек, ақын, жазушы. Әңгімеміз еркін форматта болғанын дұрыс деп ойлаймын, өткен бұл подкаст. Әуелі Тоқаш аға сізден сұрағым келіп отыр, жалпы Шинжаң әдебиетінің тарихы туралы бір-екі ауыз айтып жіберсеңіз. Енді Шинжаң қазақ әдебиеті деп бөліп қарастырсақ, Шинжаң әдебиеті десек ол өте үлкен ұғым ғой енді. Ол жерде ұйғыр әдебиеті бар, Қытайдың осы 20 ғасырдың басынан бастап қоныстанған қытайлардың үлкен әдебиеті бар. Тіпті олардың басы Қытайдың мемлекетшілігін 90-шы жылдардан бастап Шинжаңда туған, Шинжаңда өскен қытайлар ала бастады. Ондайлар да бар. Ал жалпы қазақ әдебиеті десек, ең іргелі осы шетелдегі жалпы қазақ әдебиеті деген ұғымның ішіндегі шетелдегі қазақ әдебиеті деген кезде ең іргелі әдебиет ол Қытайдағы қазақтардың әдебиеті. 20 ғасырдың басынан басталады. Жазба әдебиеті. Онда енді Ақтүлім жылы өздеріңіз білесіздер, Таңжарық жолдылы, Көрек Маралбайұлы деген классикалық осы жақтағы Алашорданы әдебиетінен кейінгі енді солардан өздеріне мәуе алған осы жақтан байланысы өте жоғары болған кісілер Шинжаңдағы қазақ әдебиетінің негізін қалады. Содан бері талқыласақ бір ғасырға таяу уақыт Қытайдағы қазақ әдебиетінің жазба әдебиетінің қалыптасуының бір ғасырлық тарихы бар. Енді бейресми ақпарат бойынша осы 2000 жылдар айтылатын 100-ге таяу роман жазылды деп Шинжаңдағы қазақ әдебиетінде. Ал енді оның басқа да жанрлар бойынша қамтитын болсақ, біз одан көптеген қазынаға жолығамыз. Әртүрлі тақырыпта, әдебиеттің әртүрлі жанрында Қытайдағы қазақ әдебиеті кең ауқымда жұмыс істеді. Мықты қаламгерлер шықты, мықты ақындар шықты, мықты жазушылар шықты. Олардың енді Шинжаңдағы қазақ әдебиетін талқылау бір ауыз сөзбен жеткізу қиын. Бірақ бір ғасырлық тарихы бар. Жақында Жазушылар одағының жыл қорытындысы аясында ақын Мұрат Шаймаран осы Шинжаңдағы қазақ жазушыларының Шинжаңдағы саяси жағдайларға байланысты қудаланып жатқанын, және ол жақта үлкен әдеби мұра қалғанын, және сол мұраны осында әкеліп насихаттау турасында тақырыбында әңгіме өрбітті. Расында да Шинжаңдағы қазақ қаламгерлерінің, сонымен де Шинжаңдық қаламгерлердің қуғынға ұшырап, олардың кітаптарының жаппай жойылып жатқаны рас па? Өйткені фашизм әуелі баста кітап өртеуден басталады екен. Оған көптеген мысал келтіруге болады. Гитлерден бастап Шыңғысханға дейін, одан кейінгі де көптеген диктаторлардың Александрияның кітапханасын өртеуі, әлемдегі маңызды кітаптарының бәрін өртеп тастау осы фашизмнің бастауы екен. Қалай ойлайсыз, Шинжаңда болып жатқан шынымен де рас па? Кітаптардың өртеліп, қазақ жазушыларының неғып жатқан, қудаланып жатқан? Сондай оқиғалар туралы енді біз 2016-2017 жылдан бастап көп оқыдық. Мысалы, біз кішкентай кезімізде аудан орталығы дейді ғой, барсақ, бір Шинхуа деген кітап дүкені болатын. Соның бір қабырғасында Қытай әдебиеті тұрады, Қытай тілді әдеби кітаптар. Одан кішірек көлемде ұйғыр әдебиеті тұрады. Сосын қазақ әдебиетінің бөлімінде үлкен болатын. Қазір біз мысалы Меломанға кірсек, ондай көп кітап көрмейміз. Қазақ тілді кітап бір бұрышында ғана тұрады. Ал ол кезде осы Қазақстанның әдебиеті және аударма әдебиеті және Шинжаң қазақтарының өздерінің әдебиеті бір үлкен қомақты бөлігін алып тұратын. Содан енді кітап сатып алып үйрендік біз. Демек, анау 50-ші жыл, 40-ші жылдардан бастап шығарылған о жақта кітаптардың архиві бар, үлкен қор бар. Қазақ әдебиетінен, қазақ тілінде шыққан кітаптар.
соның бәрін үлкен мәдениет ол жақта жазылған, ол жақта аударылған, бұл жаққа жетпеген, тіпті Нобель сыйлығының иегерлерін ең алдымен Қытайда қазақтар көп аударды енді. Ұйғыршадан, қытайшадан төте аударған авторлар, Нобель сыйлығының иегерлері де көп болды. Солардың бәрінің кітаптары өртелді және жойылды деген кезде мен енді сондай ақпарат естідім да, бірақ бұл енді өте ауыр. Біз үлкен қазынамыздан айырылғандай күй кештім. Неге? Себебі кем дегенде мысалы айтайықшы, кітап оқулығын айтайық, кітап оқулығы жыл сайын шығарылады қазақ тілінде. Осы жыл сайын жаңа кітап оқулықтар шығарды, соларға дейін қалдырмай өртеп жіберді дегенде, немесе жойды, архивті жойды дегенде мен қаттан қалдым. Оның рас болуы мүмкін. Мүмкін. Мен толық айтамын. Мүмкін енді үйде кітаптарды алып өртеген шығар, бірақ енді архивті сақтаған шығар деп ойлаймын. Бірақ ол архивке ертең күні архивке айналса, оның қазақтың оқырмандарының енді осы жаққа қанша кітап келді, көп келген жоқ қой бұл жаққа. Көптеген авторларымыз келген жоқ, көптеген қаламгерлер сол жақта өмір сүрді, немесе сол жақта қайтыс болды. Солардың мол мұрасы өртеліп кетсе, енді біздің үлкен қазынамыз жойылғалы тұр. Жерде толықтыра кету керек. Және бірдеңеде ол естіп жүрген жағдайда 2019-дан тартып естіп жатырмыз ғой. Бұл жерде қазақ тілді сайттар, порталдар қатты гүлденген. Сен қазақ, Күлтегін, Ел арыз деген секілді. Оның ішінде де жалпы сол сайтты ашқан жігіттер, сол сайтқа мүше болған, тіркелгендердің салған материалдар ұшан теңіз болды. Өте көп болды. Олар өздері тікелей аударып салды, бірігіп аударып салды, және өздері жеке шығармашылықтары болды. Солардың барлығы бірер жылдың ішінде жабылды, құртылды. Ол да кәдімгідей үлкен қазына болған. Мен естідім, осы Күлтегін Сен қазақ сайтының жаңағыдай редакторлары Мұхтар Мағауиннің бір мақаласы бар ғой. Иә. Сұхбаты ма. Соның ішінде айтады ғой. Ол кісі төтеше жақсы біледі ғой. Сен қазақ Күлтегін деген Қытай қазақтарының сайты бар. Соны арнайы уақыт бөліп қарап отырамын. Сол сайттың редакторларының өзі қуғындалған деп естідім мен. Әрине. Әнеугүні Мұрат ағаның енді сол баяндамасында айтылды. Сол Сен қазақты ма негізін қалаушы редакторы қазір 4-5 ай бойы хабар жоқ дейді, қайда кеткенін белгісіз дейді. Хабар ошарсыз кетті. Сарқытжан деген. Кім? Сарқытжан дейді. Сарқытжан деген. Сен қазақ па, Күлтегін ба? Енді ол жерде және бір нәрсені де ашып айту керек та. Бұл шынымен де ол жерде қытайлық саясатқа, социалистік жүйенің қарсы қайшы дүниелер де болды. Бірақ оның бәрі түзетуге болатын, оның бәрі жөнге салуға болатын дүниеде. Белден басып опырып, бәрін жоғалтып жүруге келмейді ғой. Титтей қателіктерге бола, өздерінің саясатына қайшы жасалған. Титтей бір дүниелерге бола, ол қазынаны жойып жіберу деген енді кісі түсінетін жайын емес. Арман, сен өзің Қытайдағы әдеби ортамен өте тығыз байланыста болдың. Әлі де араласасың. Жалпы ол жақтағы өзің араласқан әдеби ортамен хат-хабар алмасып, ол жердегі жағдайлармен өзің негізі хабарың бар ма? Болып жатқан оқиғаларға қатысты олардың көзқарасы қалай? Сенің көзқарасың? Мен осы бір ай көлемінде болды. Бір нәрсеге таң қалып жатырмын. Ол жақтарда кезінде жабылып қалған журналдар, газеттер қайдан тіріліп жатыр. Белгілі деңгейде Қытайға санкциялар жарияланды, және көптеген реніштер, сондай көптеген қарсылықтар, қарсы ниет, нысай, халықаралық белең алып кетті ғой. Сөнен көйінде жасалып жатқан көрініс ба? Жоқ әлде шынымен де қайтадан біраз босатқысы келді ма? О жағы белгісіз де, бірақ Мұра журналынан тартып, Іле айдыны, Шұғыла, Тарбағатай, Алтай аясы барлығы да қайтадан өзінің жарнамаларын жасай бастады. Шығармалар жіберіңіздер, не бастадық жұмыс анау мұны деп. Енді бір жағынан мейлі артқы көрінісі қалай болсын, бұл жақсы дүние деп ойлаймын мен. Ал о жақта қаламгерлермен байланыс болды. Бірнеше жылдың жүзі болды, ондай бір тығыз байланыс жоқ. Хабар байланыс естіп қалатын шығармыз. Кейбір байланыс жүйелері арқылы аман сәлем жасап қалатын шығармыз. Бірақ андай бір ішкерлей ұғысу, ішкерлей мән-жай сұрасу деген қазір мүмкін емес.
Өзің соңғы рет қашан сол ортада болдың? Әдеби ортада, сол Қытайдағы келген кезің? 2017 келдім ғой. Иә, сол кезі нағыз неғып жатқан кезі ғой, қызып тұрған кезі ғой. Жоқ, енді басталайын деп жүрсіз. бұл енді қара бұлт, анау қара бұлттың шеті көрініп келе жатқан. Мен енді үлгеріп кетіп қалдым. Кім, Арғынбек деген жігіт болды ғой? Иә. Сол жігіт Қазақстанға келіп, мен енді кетсем ұсталамын деп, мен енді кетпеймін деп жүрген болатын. Мен кездескен кезде ол жігітпен, ақын жігіт. Ол жігіт өзінің отбасын, қызын қимай, ішкілікке салып, жаңағы шекарадан өтіп кетіп ұсталып кетті деген дейсің. Ол енді келіп осы жақта оқыды бір жыл. Иә. Сосын қайтты. Тек қана сол себептер болды ма білмеймін. Оқығанда ол жерде біраз ол жақта 200 деген анықтама бар ғой. Иә. Кезіндегі репрессия кезіндегі түсініктер бойынша қарастыратын болсаң ше. Сол секілді бір сылтаулармен ұсталған болуы мүмкін, бірақ менің елеген хабарым бойынша ол қазір аман есен. Алтайда жүр, өлеңдерін жазып дейді. Шын болу керек. Енді Шыңжаңда жақсы бір әдеби орта бар ғой. Мысалға Ерлан Нұрдхан бастаған, одан Үркен Салубай, одан кейін тағы да біраз жігіттер, жаңағы дәл осылармен жеке жаңағыдай хат алмасып, хабарласып, сөйлесіп тұру бар ма негізі қазір? Хабарласып тұрамын мен. Мен Білісбек Әбдіразақ секілді кісілермен хабарласып тұрамын. Ол кісілер аман сау екенін айтады, барлығы жақсы деп жеткізеді. Одан артығының маған да қажеті жоқ. Аман болса болды. Іштей сезінесің, түйсінесің. Оны түйсінгім де, сезінгім де келмейді кей жағдайда. Ол артық. Нақты сол саланы зерттеп, сол тақырыппен ізденгім келетін болса, сол тақырыпты шығарма жазғым келетін болса, онда сол қадамға баруым керек. Бірақ менің қазірше ондай ойым жоқ. Менің ойымша қазір екіге бөлініп қалды ғой Шинжаң адамдары. Шетелдегі Шинжаң қазақтары және Шинжаңдағы Шинжаң қазақтары. Осы бөліну, осы айырылу, арылу бір психоаналитикалық болашақта үлкен бір жарылыс қалып келетін секілді. Өйткені кейіпкерлер психоаналитикалық тұрғыда үлкен бір соққыға тап болды ғой, ұшырады. Енді бұның салдары қандай болады? Мысалға, отбасы мен отбасының арасындағы қарым-қатынастың былайша айтқан кезде әлсіреуі, немесе отбасылық қарым-қатынастардың суы, жақын туыс пен екі бауырдың арасындағы саналы және психологиялық тұрғыда, мәжбүрлі тұрғыда бір-бірімен қарым-қатынас үзу, ол нәрсенің қалыпты дүниеге айналуы, менің ойымша Шинжаңдық адамның жеке бір психологиялық бір несіне алып келе жатқан секілді көрінеді. Бір жарылысына немесе психологиялық тұрғыда бір сырқатқа алып келе жатқан секілді көрінеді. Ал өздеріңізде біліне ма? Бізде бұл енді Шинжаңдағы қазақтарға таңсық емес дүние деп ойлаймын. Себебі 1968 жылы бері қаратай көш болды, өзің білесің. 58-ден 62 жылға дейін көште дәл осы ситуацияны қазақтар бастан кешкен. Екіге бөлінген отбасылар ол кезде де болды. Біреуі сол жақта қалып қалған, баласы сол жаққа қалып, әке-шешесі сол жаққа көшіп кеткен, немесе әке-шешесі сол жақта қалып, баласы кетіп қалған. Мысалы, қазақ әдебиетінің классиктер деп айтатын Жәркен Бөрешұлының 1968 жылы шекараны бұзып өтуі. Тек өзі жалғыз өтті, бала-шаға, бүкіл бауыр туысы, ата-анасы сол жақта қалды. Сол секілді дүниеде. Ал қазіргі жағдайда енді соның заманауи тұрғыда қайтадан қайталану енді. Бұның әрине ауыр соққысы болады. Көптеген тағдырлар бар, осы жаққа келіп алып кете алмай жүрген адамдарды білеміз. Немесе сол жақта бауыр туысы қалған, күнделікті енді елшіліктің алдында шығып жүрген аналарымыздың да жан айқайы тектен тек емес қой. Оның бәрі енді балаларға, үлкен кісілердің өзіне емес, әсіресе балаларға, сол екі жаққа бөлініп қалған балалардың психологиясына үлкен соққы болып жатыр. Ол енді дәлелдеуді қажет етпейтін дүние, оның зардабы да болады. Жеке адам ретінде, жеке қоғам ретінде тартып жатыр оны. Біз осы жерде отырып талқылаймыз да, бірақ Шинжаңдағы дәл сол жерде өмір сүріп жатқан халықтың
ішкі күйзелісін, ішкі бір әлемін түсінбейміз. Толық сезіндіру қиын. Олардан егер вичат арқылы хабарласып сұрасаң, бәрі жақсы, майра қайда сайрағай деген секілді айтады да. Бірақ арғы жағынан бір әңгімелерге ішкерлеп тартайын десең, күмілжіп, ондай тақырыптарды айтқысы келмейді. Демек, бұрынғы еркіндік жоқ, бұрынғы бостандық жоқ, бұрынғы өзіне берілген мен еркін адаммын деген ұғым қазір мүлдем жоқ. 2000 жыл, 90 жылдардан 2015-ке дейін бір Қытайдағы қазақтар, Шинжаңдағы қазақтар осы жаққа емін еркін келіп кетіп жүрді, және еркін ойларын айтып жүрді. Тіпті бізде кейбір сақсынатын дүниелерді, енді айтқым келмейтін дүниелерді олар ашық айта беретін. Осы жаққа барып та, келіп те сайттарын сол кезде бізде балқылап отырдық. Кәдімгідей енді Қытайдың билігіне қарсы ұрандар, немелер көтеріле беретін. Сол мен таңғалатынбыз, бұл қалай енді? Бұндай жағдайлар қалай жарияланып жатыр деп. Бұл енді Қытайдың ойлап көрсек енді жоспарлаған саясаты болуы мүмкін да. Әдейі еркіндік берді, кім бар, кім жоқ, не айтады, халық не ойлайды, қай жерге дейін бару мүмкін. Дәл осы ситуация жалғаса берсе, Шинжаңның адамдары қалай болады деген дүниені әбден зерттеп, негізгі суға бетерлерін шығарып алды да, белгілі бір тәсілдермен арнайы ұйымдастырып кейбірін. Сөйтті да содан кейін қайтадан саясатын өзгертті. Яғни Шинжаңның адамы әуел бастан қуғында, Шинжаң әдебиет әуел бастан лагермен түрмеде, соның жаңағындай отбасылық бөлінуде әуел бастан пайда болған ғой. Оның бір ғасырлық тарихта Жалпы Шинжаң тарихы өте қызық тарих. 1881 жылы ма жасалған Петербург шарты бар, Іле келісімі. Сол кезде Мәнжүр империясы мен Ресей империясы шекарасыздығын белгіледі. Дәл сол кездің өзінде екіге бөлініп қалған ауылдар, туыстар басталып кеткен. Сол кездің өзінде тарих, сол тарих басталды. Енді бір жағынан иммунитетте қалыптасқан шығар, бірақ ол белгілі деңгейде ұмытшақ қой, адам баласы ұмытшақ, ұмытып отырады. 62-ші жыл тағы қайталанды. Онан соң осы 90-ші жылдар, жоқ 2000-ші жылдар ма, сол кезде бірер айға тағы да болды. Сөйтіп уақыт бөлініп қалып отырып, осы күнге жетті да. Ал жаңа Тоқаң айтып отыр, ол жерде және бір толықтыратын жер бар. Сайттардың сол кезде соншалық бір еркінсіп, қазақ тілді сайттардың гүлденіп кетіп. Ол жерде жалғыз қазақ тілді сайттар өткен жоқ. Ұйғыр тілді сайттар да сондай болды. Жалпы қазақ тілді сайттар ұйғыр тіліндегі сайттар мен Қытай тіліндегі сайттардың ықпалынан, әсерінен солай барды. Өйткені 90-ші жылдардан бастап Қытайда жалпы интернет әдебиеті, интернеттің ішіндегі пікір алысу, сондай сұхбаттар дамыды. Ол жерге Қытай тілін емін-еркін меңгерген қазақ жастары кірді. Пекинде оқыған, ішкі Қытайда оқыған. Ең басында Сен Қазақ сайты, Күлтегін сайты дегенді құрғанда, жасағанда сол жігіттер негізін салған. Олар Қытайдың ішінде, Қытайдың өзінің сайттарының ішінде көтеріліп жатқан ана еркіндік идеяларынан. Олар да Қытай коммунистеріне, қытайлық авторитаризмге, сол тұстағы диктатураға қарсы емін-еркін Қытайдың жастары да сөйлей бастады. Ән шықты, түрлі жалпы өнердің біраз саласында сондай процестер жүріліп атты. Ол әрине қазақтарға ықпал етеді ғой. Ол жерде бар. Жалпы Қытай 2000 осы Си Цзиньпин таққа шыққаннан кейін, Си Цзиньпин таққа шыққаннан кейін Қытайдың өзінде қыса бастады. Жалғыз. Ең алдымен Қытайдың өзінен қысудан бастады ғой енді. Иә. Ең алдымен Қытайдың өзін қыса бастады. Сонан соң барып Тибет, Моңғол, Ұйғыр, Қазақ, Доңған рет-ретімен солай істеді. Бірақ ең ауыр болғаны Шинжаң, әрине, ол өте ауыр болды. Қазірге дейін жалғасып жатыр. Сонымен Шинжаң Қытайдағы ең жаралы тақырыптардың бірі ғой. Тибет секілді, ішкі Моңғол секілді. Мен осы жерде бір нәрсені айта кеткім келеді да. Біз 2000 жылы отбасымызбен осы жаққа көштік. Сонда ой болды, алдымен
үлкен ағамды сол тәуелсіздік алғаннан бастап Қазақстан көшуді үлкен ағам көп айтатын да, Бақсерік. Сол өзін жіберейік деген ой болды. Алдымен енді солар барып көрсін, енді көшіп барсын деп. Сол кезде әкемнің сөзі әлі күнге енді есіме оралып тұрды. Әкем айтатын, аяқ астынан шекараны жауып тастасақ қайтеміз деп. Бұл саясатқа сенім жоқ, аяқ астынан шекараны жауып тастаса біз екі жақта қалып қаламыз деп сонда әкем айтқан да. Енді ойлап көрсем, сол кісілердің жүрегінде, мысалы 62 жылы біледі олар. Саяси оқиғаларды мәдениеттен көрсін бастан кешкен адамдар. Сол кісілердің жүрегінде бір қорқыныш бар екен да. Сенімсіздік бар екен саясатқа. Ал көп отбасы үйтіп ойлаған жоқ қой енді. Осы жаққа еркіндік осы күйінше жалғаса береді деп ойлады. Шынымен де енді сол жағдай болды. Саясат күнде құбылады, бұларға сенім жоқ. Екі жаққа шекара жабылып қалса екі жақта қалып қаламыз деп әкем айтқан сөз енді. Қазір дәл келіп отыр сол. Жалпы қазір Шинжаңнан келген қазақ қаламгерлері Қазақстанда көп қоныстанған бар. Дулат Исабековтің сөзі есіме оралады. Жаңағы Қытайдан тек ақындар ғана келеді деп. Қытайдан келген қазақтардың бәрі ақын дей ма? Сол секілді. Мына қаламгерлер өте көп болғанда да бар. Басым көпшілігі мен білетін әжептәуір. Қытайда беделі бар, Шинжаң жазушылар одағының мүшесі болған, Қытай қазақ оқырмандарының арасындағы танымалдар кісі де мысалы Қуаныштәли келіп ол кісі мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Сол секілді Қытайда әжептәуір атағы бар жазушы кісілер келіп бизнеспен, жеке кәсіппен айналысып кетіп жатады, мал бағып кетіп жатады сол секілді ата кәсіппен. Бұның сыры осы қоғамға бейімдей алмаудан, осы қоғамда әлеуметтен алмаудан ба деп ойлайсыз ба? Ол тек қана әлеуметтен алмау емес, бізде жұмыссыздық мысалы енді олар осы жаққа бейімделіп жұмыс істеуі қиын. Бірден келіп, мысалы бізде енді әдеби ортаның айналасында жұмыс аз шын айту керек енді. Газет журналға істейді немесе телеарнаға істемесе бір-екі басылым ғана бар, одан басқа не істеуі мүмкін осылар? Біріншіден. Екіншіден, әлеуметтік проблема жұмыссыздық болған соң олар жан бағу керек. Ал оларға көмектесетін, олардың әдебиетін зерттеп жүрген ойбай әдеби ортада кітабын шығарып, немесе кітабын сатып пайда табатын бізде ешқандай мүмкіндік жоқ. Қазақстанның қаламгерлерінде көбі сондай. Сондықтан амал жоқ енді. Түрлі салада жүр. Мен білемін мысалы, ауылда жатқан қаншама аудармашылар жатыр. Қытай тілін олар енді өте жақсы аудармашылар бар. Ноянда аударған кісілер бар, басқа да әлем әдебиетін Қытай тілін аударып, осы жаққа келді, жұмыссыз. Әртүрлі салада жұмыс істеп жатыр. Біреу құрылыста жүр, біреу мал шаруашылығында жүр, біреу егін егіп жүр, біреу мүлдем енді басқа салаларға кеткен адамдар көп. Бұл енді үлкен, және олардың ең өкініштісі ол жұмыс істеуінде емес, солардың шығармаларының дәріптелуге мүмкіндігі жоқ. Өте мүмкіндіктердің жоқтығында. Олар интернетке жерлесе де оларды ешкім танымайды, немесе олардың интернетке жерлеуінде мүмкіндігі шектеулі ғой. Мысалы бізде бар сайттар көбінесе танымал болмаса, ат-атағы болмаса жерлемеуі мүмкін. Және ол жақтың бұл жақтың жазуын меңгеріп, нақтылап, дұрыстап жіберуі қиындау. Және оларды іздеп, зерттеп жатқан ешқандай қоғамдық қор жоқ, зерттеу орталықтар жоқ та. Осы Шинжаңнан келген қазақтар, қазақ әдебиетшілері арқылы Шинжаңдағы қазақтар келген осы жаққа қоныстанған қазақтардың жалпы өмір сүру процесін білуге болады. Яғни жаңағы сіз айтқан Қытай тілінен аударуға мүмкіндігі бар ғылыммен айналысатын адамдардың энергиясын, Шинжаңдағы қазақ әдебиетіндегі көптеген еңбектерді осында әкеп көшіріп, осы қоғамға жаңағыдай таныстыруға толық мүмкіндік бар бізде. Бірақ ол туралы ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ. Енді сондай ойлар бар, айтылып жүр. Мысалы деймін, мысалы енді Қытайда жарық көрген, 2000 жылға дейінгі жарық көрген, одан кейінгі жарық көрген кітаптар енді келетін жар енді бертінде шыққан. Соған дейінгі бір кем дегенде енді оқырманға бәрі шығып, бүкіл оқырмандар оқымай-ақ қойсын. Бірақ бізге кітап ретінде кітапханаларға сақтау керек. Осы жақта кириллицаға аударып сақтау ол біз үшін өте маңызды. Ол жақта тек қана әдебиет емес, қаншама ғылыми кітаптар бар, тарихи кітаптар. Мысалы, Шинжаң тарихы өте бұлғақты тарих қой енді. 20 ғасырдың өзінде қанша қазақтардың басына қанша оқиғалар өтті. Сол туралы оқта-текте әр жерде, әр облыстардың өзінің тарихы туралы, шежіресі туралы айтылатын кезде жинақталған бір Қытай бәлкім дәл сондай ақпаратты сол кезде жарияланып жатқан білмеуі мүмкін да. Өте маңызды ақпараттар жинақталған кітаптар болды.
біздің үйімізде болатын, кейін енді осы жаққа көшкен кезде қалды сол жақта. Мысалы күнес тарихы, іле тарихы дегенде көптеген адамдардың аты, ең алғаш газет қалай құрылды, ең алғаш зауыт қалай келді, немесе ең алғашқы іледегі үш аймақ төңкерісі қалай басталды деген секілді бір естеліктер, бір ақсақалдардың, көзі көрген адамдардың, мысалы Әкбар мен Сейіт туралы естеліктері, енді қасында бірге жүрген адам, сондай бір дүниелер болды да, ол осы кезде ойласам өте маңызды ақпараттар екен. Енді сол кітаптарды табамын десең таба алмайсың қазір. Оларды да үлкен қор құрып, 10 кітаптан болсын, 100 кітаптан болсын архивте қалдыру керек. Өйткені өскісі келетін мемлекет, ұзақ жасағысы келетін мемлекет архивпен айналысады. Архивсіз мемлекет болмайды. Біз соны мәдени мұра секілді үлкен бағдарламамен негізі жасау керек еді. Енді мына жерде толықтыра кететін Шинжаң тек қана жаралы тақырып емес та, өте күрделі тақырып. Оның геосаяси кеңістігі, тарихы болсын. Бұл жерде тек қана қазақтар жасамайды. Бұл жерде Шығыс азиялық ұлттар да бар. Шығыс терістік Азияның ұлттары. 19 ғасырдан бастап қоныстанған қытайлар бар. Бұл жерде ескіден қоныстанып келе жатқан ұйғырлар, дүнгендер бар. Қазақтар бар әрине. Және бұл жалпы Кіндік Азия есептеледі де, жалпы Шығыс Азияға да, Оңтүстік Азияға да, Орта Азияға да, жалпы әлемдік геосаясатқа да ықпал ететін, әсер ететін аймақ. Ол жердің бағыт-бағдары, болашағы. Ал ол жердің бағыт-бағдарын, болашағын ұғыну үшін оның тарихына қарау керек қой. Оның әлеуметтік түзілісіне қарау керек. Ал тарихына қарайтын болсаңыз, ол жердің тарихы Қазақстанмен өте етене, әсіресе шығыс терістік Шинжаңның тарихы. Анау Міржақыптардың, Ахметтердің Жәушікке баруы, Шоқан Уәлихановтың Құлжаға баруы, содан тартып есептесеңіз, одан соң жалпы Алашорда жағынан кеткен ол жақтағы көптеген ағартушылар бар. Көптеген мұғалімдер, көптеген ақпарат саласының қызмет өтеген, о жақтағы жұрттың көзін ашуға, оқудың, ғылымның нұрын шашуға жұмыс істеген кісілер жетеді. Бұның өзі Алашорданың ол кезде оған қандай көңіл бөлгенін білдіреді, Шинжаң қазағына. Олар арнайы қарастырған Қытай қазағы деп. Айқапта, Қазақ газетінде о жақтан келген хабарлар, және Қазақ газетінің азамат серіктігі бар ғой. Соған қосылған жарналары, Шинжаң қазақтарының Мақсұт Гуандай деп қояды. Сол кісілер бастап көптеген қаржылар берген. Олар да өздерін Алаш баласының біріміз, тек шетте қалғанбыз деп сезінген. Біз бөлінгендей сезініс жоқ, тек қана шетте, алыста қалып қалдық деп ойлайды. Ал онан кейін бұның күрделі болатын себебі жаңағы қалың қаптаған мәдениеттер бар. Сіз Шинжаңның ескі археологиялық материалдарын, соның зерттеулерін қарайтын болсаңыз, ол жерде оңтүстік Шинжаңнан кезінде Александр Македонский алып барған гректік стилдегі мәдениет жауһарлар табылады ол жерден. Бұл оның мәдениет қабатының қаншалық қалың екенін білдіреді. Яғни индиялық, санскрит, соның мәтіндері. Терістік Шинжаңда түркілік, ғұндық дәуірдің, тіпті сақтық дәуірдің мәдениеттер бар, мұрағаттары бар. Солар құрай келеді. Ал тек қана ол емес, ол жерде Қытайдың ескі замандарының, анау хан империясы кезінен тартып, Таң империясы бар. Олар да келіп, өздерінің ықпалдарын жүргізіп, мәдениет жағына, экономикалық жағына белгілі деңгейде әсер етіп отырған, олардан қалған құрылыстар, олардан қалған мәдени орындар да жетеді. Енді Қытайлардың бұл жер ескі заманнан біздікі дегенде сүйенетін тарихи дәлелдер көбінесе солар. Болмаса, негізі Таң империясынан кейін таза Мәнжүр империясына сол дәуірге дейін Қытайлардың табаны ол маңға тиген емес. Ал Абылайдың дәуіріне қарасаңыз,
енді хан Абылайдың бұйрығынсыз бір елдің шекарасына емен еркін кетпейді ғой, қол астындағы бұқарасы елі. Иә. Ол жаққа өткен Найман, Керей, Қызай рулары, Албан рулар, олардың да белгілі өздерінің ханнан алған тапсырмалары болуы мүмкін, олардың елбасыларының. Бұл туралы енді Жамбыл Артықбай тарихшы, профессор, сол кісінің кейбір зерттеулерінде айтылады. Бұның өзі де Абылайдың ол жаққа қандай көңіл бөлгенін көрсетеді. Тек қана біздің дәуірге келгенде, егеменді Қазақстан Республикасының дәуіріне келген кезде, ол жаққа біздің көңіл бөліміз тым саябыр, тым бір немқұрайды қараймыз. Ол жер бізге ешқандай ықпал етпейтін секілді. Жоқ. Біз қанша қашсақ та, қанша елемесек те, ол Шинжаң мәселесі, Шинжаң тақырыбы, Шинжаңның күрделі тақырыбы, Шинжаңның жаралы тақырыбы Қазақстанды ешқашан айланып өтпейді. Ол санаспасақ та, санассақ та, ол біздің желкемізде төніп тұратын үлкен тақырыптың бірі. Жаңа өте маңызды ойдың тиегін ағытып отырсың. Жалпы осы ұлт азаттық жаңағы егемендікке деген, тәуелсіздікке деген күрес белгілі бір деңгейде болды ма сол жақта, сондай қозғалыстар екі ел болуға деген? Әрине болды. 1944 жылы 11 айдың 12 күні Шығыс Түркістан Республикасы құрылды. Енді ол жерде 44 жылға дейін Қытай қазақтардың баспасөз тарихын қарастыратын болсаң, ағарту тарихын қарастыратын болсаң, ол жерде көптеген идеологиялық жақтағы дайындықтар жасалғанын көрсетеді. Қазақтың, ол жердегі қазақтың, я Алашордамен бірігу, кейін Алашорда құлатылған соң, өздері егеменді ел болуға, өзінің ұлт екенін тануға, өзінің бір еркін халық екенін, басқалармен тең, өзіне өзі ие болуға, құқылы халық екенін тануға бағытталған сондай материалдар көптеген жарияланған. Ағарту саласы өте гүлден. Қытай қазақтарының ең алғашқы мектебі 1909 жылы Күнесте ашылған. Соңғысы Күнесте жабылды. Сондай ғой деймін, оны білмеймін. Оның өзі тұңғыш мектептің мұғалімі Батыс Қазақстан облысынан шыққан Алашорданың Қытайдағы тілшісі Молдағали Бектұрдин деген кісі. Тұңғыш мектебінің мұғалімі тағы Алашорданың адамы. Қарай беріңіз. Енді сол жағдайларға қарап отырып, ол жерде идеологиялық тұрғыда азаттыққа, егемендікке деген дайындық болмады деп айта алмаймыз. Және бір тұрғысынан қарасаң, ол жерде қарсылықтар көп болды ғой. Қазақстанда отарлыққа қарсы 300 көтеріліс болды деп айтады. Енді Шинжаң қазағында қанша көтеріліс болған ешкім санаған жоқ деп ойлаймын мен. Бірақ ол жерде көп болды. Алтайдың көтерілісі, Тарбағатайдың көтерілісі, Ерен қабырға жақтардың көтерілісі, Іленің көтерілісі, оның барлығы да бұл аттары бүйтіп аймақ-аймаққа тәуелді болғанмен, ол жерде жалпы Шинжаң қазағына уәкілдік ететін төңкерістер, көтерілістер, сол соғыстар, және ол жердегі жеңілістер барлығы да. Ол жерде тектен-текке көтерілмейді ғой. Тектен-текке көтерілетінде ол жерде бір істестік жасау керек, келісім жасау керек. Жоқ, көтеріліс болды, мылтық атылды ма? Демек, ол жерде идея бар деген сөз. Саяси сана бар деген сөз. Тоқтар аға, сіз осы жақында Ораз Ақын Ахметтің кітабын маған тартып өттіңіз. Сол кітапты өзіңіз оқып шықтыңыз. Одан бөлек Қажығұмар Шаптанның қылмыс романы бар. Омар Ғазайтанның бірнеше шақты романы мен поэмасы бар, Таразы деген секілді, Құстар қайғысы деген секілді. Жалпы осы Шинжаңдағы елеулі қазақ жазушыларының қаламгерлерінің ішінде жаңағы өзіңіз айтқан Ораз Ақын Ахметтің шығармасы туралы айтып кетсеңіз, ол роман туралы айтып жіберсеңіз. Жалпы Қытайда қазақ әдебиетінде ең алдымен осы қазір енді саяси өзгерістер болып жатыр дейміз, енді лагерь болып жатыр дейміз, түрмеге қамалып жатыр дейміз. Қалам ұстағанның бәрі өз
түрмеде отыру заңдылыққа айналған енді. 90 жылға дейін 90 жылдардан кейін тыныш болған, 80 жылдардан бастап. Әйтпесе оның алдындағы буынды қарасаңыз, бәрі енді түрмеге тоғытылған, айдауға айдалған, лагерьге қамалған. Енді тарым лагерінде мысалы қазіргі біз атын білетін Қажығұмар Шабданұлы жатқан, Оразхан Ахмет жатқан, сосын ана осы жаққа қайтыс болған ағамыз кім еді? Жақсылық Сәмитұлы. Ол кісілерде тарым түрмесінде болған да. Сон тарым жайлы енді көптеген шығармалар кейін жазылды. Тарымдағы оқиғалар туралы, тарымдағы лагерлер туралы. Қылмыс романдары 2-3 томы сол тарымдағы өмірге арналады. Жуырда ғана сол енді Құмдағы іздер деп дәл сол тарымда басынан кешкен, көзімен көрген автор Оразхан Ахметтің романы. 80 жылдардың соңында ма жарық көрген. Енді осы жақта жарық көрген, осы жуырда оқыдым. Сонда тарымның тағдырын, тарымның өмірі, тарымдағы адамдардың тағдырын, ондағы саяси оқиғаларды, жеке адамдардың тағдыры, жеке адамдардың мінез құлқы арқылы өте жақсы ашқан шығарма енді бұл. Бір қазақ әдебиетінің классикалық романдарының бір. Егер қазақ әдебиетінде бір алдыңғы 15-20 классикалық роман болса, соның бірі мен Оразханның осы роман деп толықтай айта аламын. Себебі бұнда автор тек қана бір өзінің қазақ ретінде немесе сотталушы ретінде ешқашан суреттемейді. Түрмедегі адамдардың өмірін, түрмедегі адамдар қандай адамдар түсті. Оның мінезі қандай, ол жерде енді бір түрме десе бәрі жазықсыз адамдар емес қой. Бәрі аяқ астынан айдалып кеткен адамдар емес. Сұмы да бар, сұмпайысы да бар, өтірікші де бар, баугеспе, ұра адам түрмеде жүріп, өзі бара жүріп, түрменің ішіндегі ситуацияларды басқарғысы келген талай адамдар, зәбір көрсеткен адамдардың тағдырын өте бір шынайы береді. Және ол кісінің енді суреттеу технологиясы да өзгеше, формасы да енді хат түрінде жазылады. Түрмеде жатқан адам, жас жігіт өзінің ғашығына, аулада қалған ғашығына 23 хат жазады. Өзі ауру енді, туберкулезбен ауырады. Сонда қиналғандарын, балалық шағын ортасында еске алып кетеді. Қайтадан түрменің өміріне келеді. Мен әнеугінгі хатымда осыны айтып келе жатып ұмытып кетіппін ғой, соны жалғастырайыншы деп былай. Былайша айтқанда бір шығыстық әдебиеттің, мысалы мың бір түнде оқылатын әдебиеттің формаларын және 19 ғасырдағы, 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің Әуезовтің жазу стилінің бәрін қосып, шынжаңдық адамның, шынжаңдық лагердің ең үлкен бір трагедиясын өте жақсы ашқан шығарма. Ол енді біздегі жазушылар енді оны оқи ма, оқымай ма белгісіз. Білмеймін, енді әдеби ортаның өз ондай шығармаларды қазір бірін-бірі оқымайтын халыққа айналдық қой біз. Бірақ тарым түрмесі туралы бір кең көлемді нақтылы жағдаймен ішкі аурасын нақтылы суреттейтін романдардың бірі деп ойлаймын. Арман, сен тағы да жалпы Шыңжаң әдебиетінің Қытай әдебиетіндегі алатын орны қандай жалпы? Сол процесс туралы айтып берсең, жазушылар туралы. Жалпы Қытай әдебиетінің кеңістігімен қарайтын болсаң, Шыңжаң әдебиеті ол ұйғыр тіліндегі әдебиетте, қазақ тіліндегі әдебиетте Қытайдың 5 негізгі тілі бар ғой. 5 тілде хабар таратылады, 5 тілде орталық ұлттар баспасында бөлімдер бар. Қазақ тілі де, ұйғыр тілі де сол 5 тілдің ішінде бар. 2 тілдегі жасалған әдебиет, ұлттар, Пекиндегі ұлттар баспасы, ұлттар журналдары бар өздерінің. Соларға арнайы қарастырып, жыл сайын сыйлықтарын тағайындап, арнайы өздерінің бақылауында ұстап отырады, және бір жағынан қадағалап отырады. Әрине ол жерде жыл сайын Лушин әдебиет институтына жыл сайын жоқ жылдарда барды ма бармады ма, ол жағынан хабарсызбын. Бұрынғы жылдар жыл сайын апарылады қазақ қаламгерлері. Жыл сайын барып сол жерден заманауи әдебиет болсын, барлығынан сауат, сол жерде курстан өтеді ғой. Университеттердің профессорлары оларға сабақ береді.
курстан өткізеді, ол жерде жыл сайын барып тұрады. Және шинжаңдық жалпы қазақтарды айта беріп, қазақ әдеби журналдары, газеттері ол осы бердің 1-2 жылда сөйтіп басылым көру тоқтағанымен айтып жатырмын, тағы да қайтадан қозғалып жатыр да, сеңі қайтадан қозғалып жатыр. Оның барлығы Шинжаң әдебиетіне қытайлық әдебиеттің орны қандай екенін, қытайлық әдебиеттің ішінде ол шинжаңдық әдебиет ешқашан бөлініп қалмайды. Және қытайлық әдебиеттің енді әдебиеттанушылар білетін болу керек, шинжаңдық аураның қандай екенін, оның мәдениетінің қандай екенін. Ол қытайлардың өзі ішкерден келгеннен кейін, ішкі Қытайдан келгеннен кейін шинжаңдық мәдениетке ұшырайды. Ол жерде ішкі Қытайға ұқсамайды олар. Олар шинжаңдық акценті бар, шинжаңдық қытайлардың. Ұйғыр тілінің, доңған тілінің акцентінің негізінде қалыптасқан. Шинжаң адамы деген тақырып оларда да бар. Ол кім? Шинжаң адамы, Шинжаңрен дейді. Сол секілді дүниелерде ол жердегі шинжаңдық мәдениеттің, ескі мәдениеттің қандай қуатты екенін олар да біледі. Ол жерден туатын әдебиеттің қандай қуатты болатынын да енді әрине белгілі жақтардан өзінің елесін көрсетіп жатады ғой. Және ұйғыр тілді ақын жазушылардың Америкадағы, Гонконгтағы белгілі халықаралық фестивальдар, конференцияларға қатысқан жерлерде біз біраз естігенбіз. Адыл Тунияз деген секілді. Олардың өзі белгілі деңгейде шинжаң әдебиетінің өкілдері. Сосын шинжаңдық қытай тілді жазушылар бар. Қазақтан Әкбар Мәжит, Еркеш Құрманбек па? Еркеш Құрманбекті қытайша жазады дейді. Сосын кейін Айдос деген жігіт болды. Онан соң Еркебұлан Мүтән деген жігіт болды. Қазір енді көп болу керек, Қазір негізі ендтен бастап көбеюі мүмкін. Өйткені оқырмандары да көп және. Енді олар интернет алдындағы Әкбар Мәжит, Еркеш Құрманбек деген кісілер, олар белгілеген интернет әдебиетінен бұрын қалыптасқан классикалық жазушылар ғой. Ал кейінгілері ана Еркебұландар, Айдостар бастаған топтар ол интернет әдебиеті. Және интернет болғанда да жаңа заман әдебиеті. Демек олар және бір толқынның басы деген сөз. Олардың да Пекин жақтағы әдеби орталарда өздерінің ықпалы бар. Олар да шинжаң әдебиетінің өкілдері. Бұл жерде шинжаң әдебиеті бәрібір де қандай қысымға ұшыраса да, оның өзінің тарихымен және өзінің ішкі мәдени психологиялық аурасымен, ситуацияларымен, Қытай әдебиеті ол жерде шинжаң әдебиетіне орын берсе де береді, бермесе де береді. Яғни шинжаңдық шинжаң жазушыларының Қытай әдебиетіндегі орны және аудиториясы, ықпалы әжептәуір дегенсіз ғой. Енді соншалық бір әжептәуір екендігі туралы менің естіп білгенім жоқ, бірақ мен белгілі деңгейде орны бар демекші. Мысалы Жұмабай Біләлұлы Қазақтан шыққан мықты қаламгер ғой. Сол кісінің Қытай сыншыларының өзі бір 30-ға тарта Қытай сыншылар қытайша мақалалар жазыпты. 30-ға жоқ. Менің білетінім ол. Содан да көп болуы мүмкін енді. Оразханға да жазылғандар көп. Оразханға да сондай, өйткені осылардың енді Қытай тіліне аударылды ғой. Және Қытай тілі арқылы олар басқа тілдерге де аударылды. Мысалы Оразханның араб тіліне аударылғаны, ағылшын тіліне, басқа да Шығыс Азияның тілдеріне аударылғаны, жапон тіліне аударылды деді біраз әңгімелер. Бұл деген сөз енді Шинжаңдағы қазақ әдебиетінің белгілері енді заманауи тұрғыдан енді өте жақсы қалыптасқанын білдірмей ме? Және Қытай сыншыларының өзі соншалықты жоғары баға беретіндей енді десе, қазір мысалы бізде шығып жатыр, бірақ өйтіп бір адамға соншалықты көп мақалалар, сындар көп жазылмайды. Оразхан Ахметтің бір әңгімесі бар, Рахымбай деген. Кезінде Қытайда қазақтардың оқулығында болды ол. Сол ұлы таңдамалы әңгімелері деген Тайваньда шығатын бір антологияның ішіне кіріпті. Ұлы деген Қытай ғой, социалистік Қытай.
Тайвань енді өзі бөлек мемлекет қой енді. Бұл жерде капитализм, бұл жерде еркіндік. Бұл не үшін Рахымбайды таңдаған дегенде сұрақ туады да бұл жерде. Өйткені Рахымбай өзі енді соншалық бір ұзын әңгіме емес. Ол Қытайдағы коммуналасу кезіндегі тақырып. Рахымбай деген кісі жұмыс істемейді. Кәдімгі Чукчиннің Алюшасы. Чукчиннің Алюшасы сенбі-жексенбі ғана жұмыс істемейді ғой. Рахымбай мүлде жұмыс істемейді. Оны жұмыс істете алмайды аналар. Тек қана кейде енді адам ретінде тағы да Оразхан Ахметке тағы да бір ана жерде риза болады. Адам ретінде. Рахымбай ана жерде белгілі бір саяси танымға ие деп қазір Қытайда жалпыласып жатыр тампинг деп. Оны батыс лейплатизм деп айтыр ғой. Соның несі ма деп, өкілі ма деп ойлай бастаған кезде, ана жерде Рахымбай жоғарыдан басшылықтан төмендегі кедей отбасыларға, нашар отбасыларға сүйемелгілетін несіп жұмысқа барады ғой. Иә. Тағы да сонда үй орнындай бір жүгері орық қойып, тағы сол жерде ұйықтайды. Бірақ соның жұмысқа баруының өзі ана жерде тағы да оның көмек алуына әсер етеді. Рахымбай біледі, ол өзінің жеке қулығы да бар адам. Қарап отырсың, әр жерде Рахымбайдың мүлде жұмыс істемеуі, ана жерде коммуналық түзімдегі. Сен жұмыс істедің ба, істемедің ба, ол сенің жұмысыңа ешкім қарап жатқан жоқ, бағалап жатқан жоқ. Яғни адамның құны жоқ қой ол жерде. Соны көрсетіп тұрды. Ал оның ана жерде тағы да бірдеңелерден дәмеленуі, оның тағы да бір адам екенін, пенде екенін ашып беріп жатыр да. Енді әр жерде ұлы құрлық таңдамалы әңгімелер антологиясына енетінде жөні бар. Және сондай әңгімелер кезінде біздің оқулықтарға кіргізген. Сол жақтағы қазақ тіліндегі оқулықтарды құрастырған аға буын кісілердің көптеген керемет шығармалар болды ғой. Соңғы сабақ, анау мынау деген секілді. Қарап отырып, олардың әдеби біліктілігіне таңғаламын. Осы Қазақстандағы Шыңжаңнан келген қазақ қаламгерлерінің ішінде әжептәуір өзінің бағасын алған және лайықты Мұрат Шаймаран секілді, Жәркен Бөдеш, оның алдындағы Қабдеш Жұмаділов, одан кейін бертінгі жаңағы біраз қаламгерлер өзіңізде бар, әдебиеттегі айтарлықтай орны бар деп есептеймін өзім. Және де үлкен әдеби зерттеуге салып, үлкен контекстте салыстырмалы тұрғыда қарайтын болсақ, Шыңжаңнан келген қазақ қаламгерлерінің соның ішінде ауқымды, қуатты шығармалар бар деп өз басым есептеймін. Арман, сен қалай ойлайсың? Жалпы Шыңжаңнан келген қазақ қаламгерлерінің Қазақстандағы әдеби мүмкіншілігі қаншалықты? Олар жалпы қай топқа жатады? Қазақстан әдебиетінің өкіліне жата ма, жоқ әлде Шыңжаң қазақ әдебиетінің өкіліне жата ма? Шыңжаңның әдебиетінің өкіліне жата ма? Кезінде Есенғали Раушанның айтқан сөзі бар дейді ғой. Қандай еді? Ол Қытайдан келгендер Қытай әдебиеті туралы сұрасаң ештеңе ұқпайды екен деп. Бұл енді біздің үлкен мінімізді. Енді советтік қаламгерлер болсын, қазақстандық қаламгерлер болсын, орыс тілді әдебиетті біледі ғой. Ал Шыңжаң қазақ қаламгерлерінің, Шыңжаң қазақ әдебиетінің Қытай тіліндегі әдебиетпен енді қол ұшын жалғап жатыр ғой олар енді Айдостардан, анау Еркебұландардан кейін. Одан бұрын неліктен соншалық бір оқшау қалып болғанын мен түсіне алмайтын. Бертінде түсіндім. Ал 50-ші жылдары жалпы Совет пен Қытайдың ортасында қырғиқабақтық жағдай орнағанға дейін Қазақстанда аударылған кітаптардың көбісі советтік көмек ретінде ана жақтағы қазақтарға. Қазақстанда ол жерде белгілі деңгейде жұмыс істеді. Қытайдағы 2 кітапхана бар, Күйдің кітапханасы, Құлжадағы Іле Пет институттың кітапханасы. Сол 2 кітапқа толтырылған ғой, 2 кітапханаға. Және олар кітапқа бір рет басылған. Ол жерде кімдер барды? Советтік қаламгерлер барды, советтік қазақ қаламгерлер барды, советтік орыс тілінен қазақ тіліне аударылған әлемдік авторлар барды.
жалпы ол жердегі әдеби процестің, әдеби ауқымның қалыптасуы сол кездің өзінде қазақстандық әдебиет үлкен ықпал етті. Ал кейін 90 жылдардан бастап бұл жақта еркіндік болды. Тіпті күшейді. Оралхан Бөкей, Мұхтар Мағауин қайтадан бір аударулар бастады. Кириллицадан төтешеге. Баспалар емін-еркін аударды. Және қара баспалар болды. Жасыратыны жоқ. Заңсыз аудармалар. Қолдан барып көбейтіп аласың. Ол кездегі екінші ықпалдың өзі оңай болған жоқ. Енді келіп Шинжаң қазақ әдебиеті әрине ол қазақстандық әдебиеттің де ықпалына ұшыраған, әсіресе көбінесе. Жалпы Шинжаңдық өзінің ортасының әдебиеті бар, ұйғыр тілінің әдебиеті. Қытайлық әдебиет бар, олардың бәрінің ықпалына ұшыраған. Мейлі аз болсын, көп болсын. Ал енді оларды Қазақстанға келген кезде, және анау Шинжаңдық әдебиеттің елестерін, Шинжаңдық қазақ әдебиетінің белгілерін ертіп келіп отырады. Мен енді бұл жерде Қазақстан әдебиетінің ол бір құрамдас бөлігі деп қабылдаймын. Бірақ оның ішінде қарастыратын болсаңыз, жалпы қазақ әдебиеті деп қарастыратын болсаңыз, онда ол қазақ әдебиеті болып есептеледі. Ал қазақстандық әдебиет деп есептейтін болсаңыз, ол қоныстанушылар әдебиеті болып есептелуі мүмкін. Қоныс аударушылар. Ол жерде шекара бар ғой Қазақстан деген сөзде. Бір сөз бар еді ғой. Қазақстан тарихы деп сол туралы айту, қазақ тарихы деп айтпау, ол шеттегі 5 миллион қазақ тарихсыз қалдыру деген секілді. Қазақ тарихы деп қарау керек та бұл жерде. Яғни бұл Шинжаң қазақ әдебиетінің тарихы, бұл Қазақстан қазақ тарихы, Қазақстан тарихы. Яғни Шинжаңның болашағы, Шинжаң қазақ әдебиетінің болашағы Қазақстан әдебиетінің, жалпы Қазақстан әлемінің несіне байланысты ғой, тағдырына байланысты. Әлі де өтіп жатыр ол жаққа. Әлі де ықпал етіп жатыр. Ол жерде сайттар, қазір жүргізіліп отырған WeChat текшелер, бәрібір де осы жақтың шығармаларын көптеп басады. Осымен уақытымыз таяп қалған екен. Келгендеріңізге көп рахмет. Жақсы әңгіме болды. Біраз әңгіменің тиегін ақтық деп ойлаймын. Иә, рахмет. Рахмет көп келгендеріңізге. Сау болыңыздар. Аман болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар.